адамға, сыйлы қонаққа, жақын жуықта немесе жырақта жүрген үй ішінің бір мүшесіне арнайы сақталған тиесілі кәдел мүшені ұсынылатын дәстүр сыбаға беру. Оны ірі малдан, ұсақ малдан, азық-түліктен болсын, жеңсік ас деп бара жатқан адамдардан беріп жібереді не апарып береді. Беретін сыбағаны ерекше баптап, сақтап қоятын болған. Сыбаға беру татулықтың, сыйластықтың, үлкендерді сыйлаудың, өсіп келе жатқан ұрпаққа бірін-бірі туыс бауыр, ағайын, жекжат, нағашы жиендердің татулығына бастайтын ұлттық тәрбиеміздің керемет үлгісі. Ел аузында үйіме қонып, әкеңнің сыбағасын жеп кет деген сөз бар. Оның себебі адамдардың жасы мен мәртебесіне сай тартылатын малдың белгілі бір мүшесі сыбаға деп аталғандығында. Қазіргі кезде сыбаға беру дәстүрінің өзгергенінен кей жерлерде ұмыт бола бастағанында байқалады. Әсіресе соғым кезінде сыбаға беру дәстүрі жиі орындалады. Соғым иесі ауыл аймаққа, жақын жұрағатқа соғым тиесілі сыбаға береді. Сыбағаның қара сыбаға, олжаусыз сыбаға, сақталған сыбаға секілді түрлері болады. Сондай-ақ арнайы үлес түрлері де бар. Төркін сыбаға, өлі сыбаға, су сыбаға. Дәстүрлі ортада түрлі жұмысқа жәрдемдесіп, қол ұшын бергендерге ұсынылатын сый кәделер де сыбаға деп аталады. Орта келгенде, ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан қазақ халқының салт дәстүрінің тәрбиелік жағынан болашақ ұрпаққа